Сәлем достар, мен атым Айсара Нұржан. Мен чакрологпын. 6 жылдан бері адамдардың энергиясымен айналысам, олардың травмасын шығарып, миссиясын табуға көмектесем. YouTube каналымды бастағаныма бірнеше жыл болды. Басында ол журналистика үшін арналған еді, кейін энергияға арналады. Қазір енді мен күнде осындай қысқа видеолар жазып тұрамын деп шештім. Себебі қазір Марста өріп жүріп жатыр. Кстати, менде астрологиялық та білімдер бар. Марста өріп жүріп жатқан кезде бізде не ойлайсың, соны жасап тастайтын уақыт. Яғни алдағы бірнеше 1-2 жыл кемінде біз ойымызға не келді, және ол ой сізді мазалап қайта осыны жасау керек деп тұрма. Демек сізге соны жасау керек болды. Басқа таңдау жоқ. Другого выбора нет, другого шанса нет, орысша айтқанда. Яғни бізге оны жасамайтын болса, өкінішке қарай Марс дәуірінде бізде құйымшақ және көз чакрасы, ми чакрасы талқандалады. Ол не затқа жауап береді? Ол қорқыныштарға жауап береді, ол выживанияға жауап береді. Ол біздің кредиттерге, қарыздарға кіріп кетпеуімізге, бұл өмірде дұрыс өмір сүруге, базовый қажеттіліктерді қанағаттандыруға жауап береді, құйымшақ чакрасы. Және де көз және ми чакралары бұл біздің интуиция, шешім қабылдау және жалпы көп ойға жауап береді. Яғни егер сіз осы Марс дәуірінде алдағы 1,5 жыл көлемінде өзіңіздің ойлаған нәрсеңіз сізге бір ой келді ма, жасап тастамайтын болсаңыз, өкінішке қарай ол сізді сол чакраларыңыздан ұрады да, сосын жаңағыдай ақшадан қиналасыз. Себебі құйымшақ чакрасы ол базовый қажеттіліктерімізді қанағаттандыратын ақшалар, кәдімгі күнделікті Құдайдың берген нәсібесі. Содан қиналасыз, сосын ең соңында бас ауруына ұшырайсыз, ұйқыңыз бұзылады, мазасыздық, ұйықтап жатқан кезде де тревожное состояние, миыңыз как будто бүлкілдеп қайнап жатқан сияқты, ұйықтамай жатқан сияқтысыз. Сол күндізгі ойлап жүрген шаруаларыңыз түнде де жалғасып жатқан сияқты, таңертең ұйқыдан тұрғанда сондай шаршаңқылық, езіп бір басып тұрған сияқты бір нәрсе, соның кесірінен сіз демалмайсыз, жаныңыз тынышталмайды, рахаттана алмайсыз. Қазір мен терезе жауып жіберейінші. Енді тыншырақ шығар, рахаттана алмайсыз, өзіңізге шынымен де жаныңызға керек нәрселерді жасай алмайсыз. Сондықтан да достар, алдағы 1,5 жыл ішінде менің алдындағы Марс дәуірінің болжамы туралы да айтқан эфирімді де қарарсыздар, бірақ жалпы 1,5 жыл ішінде не ойладыңыз, соны жасап тастаңыз. Мысалы, маған қазір медитация жасап отырған кезде маған мынандай инсайт келді. Давай бүгіннен бастап жайлап қысқа видеоларды бастайықшы YouTube-қа. Қандай инсайт келеді күні бойына, немесе бір апталар бойына бір қатты бір қиналыстардан өтесің, трансформациялардан өтесің. Ең соңында соның бір қорытындысы шығады, жаның жадырап, бір бұлттың артынан күн шыққандай халге түсесің. Сондай кезде бөліскің келеді, сол бір инсайттарыңмен. Бүгін мен 2 апталық инсайтымен бөлісіп жатырмын. 2 апта ойына қатты қиналдым мен әр инсайттың шығардың алдында өкінішке қуанышқа қарай қатты қиналамын. Сол қиналыстарымның нәтижесінде бүгін түсінгенім, біз азап шегуді таңдамауымыз керек. Яғни ол не деген сөз? Яғни біз, оказывается, біздің миымыз, бұл нәпсінің ең үлкен құралы, нәпсі туралы да бөлек эфир дайындайын бұйырса. Біздің миымыз сөйтсек, страдать еткен жақсы көреді екен, азап шеккен жақсы көреді екен. Жан азабы дейді ғой бізде қазақта. Жан азабы дегеніміз, сол жанды азапқа салатын, ол біздің нәпсімізбен, ішіміздегі қанымызбен айналып жүретін, қараған болып айналып жүретін, оны Мәшһүр Жүсіп көпейіп айтқан шайтанымыз. Сол шайтан мен нәпсі екеуі қосылып алады да бізге ананы бүйтсек қалай болады, мынаны бүйтсек, неге мынаны былай, әртүрлі шектеулер, кішкентай кезіңізде нәпсіңіз алып қалған травмалардың жаңағы памятіңізде кетпей жаңғырып бірдеме жасайын деп жатқан кезде сол памяттен шыға келеді. Ал сөйтіп қалсақ айтесің, бүйтіп қалсақ айтесің, қорқытады да тұрады. Неге? Себебі оның мақсаты энергияны үнемдеу болды. Яғни біздің бүкіл қорқыныштарымыз тең болады, ол энергияны үнемдеу. Нәпсінің сондай программасы екен. Болды. Басқа ештеме жоқ. Сондықтан егер сізді қорқып, бір страдать етіп, жан азабына түсіп жатсаңыз, сіз айтсаңыз болады өзіңізге. Прям қазір менен отырыңыз. Мен осы эфирді 5 минуттық қылам деп ниет етіп едім. Міне 5 минут болып қалыпты. Осы техниканы менімен бірге жасап жіберіңізші. Бүгіннен бастап мен жанымның тыныштығын табамын. Бүгіннен бастап мен жан азабына ұшырамауды таңдаймын. Мен жанымды азаптан шығарамын.
Мен қайғырмай бақытты болуды таңдаймын. Мен бақытты болуды таңдаймын. Бойыңызға осыны сіңіріңіз. Рахаттанып қаласыз. Көбісі айтуы мүмкін, Айсара ханым, орыстар сияқты негативпен айтуға болмайды, мысалға жан азабы деп айтуға болмайды, рахаттану деп айту керек, қайғыру емес, қуану деп айту керек деп айтады. Бірақ мен айтам, біздің қазақта, жалпы түркі халықтарында, жалпы мұсылман халықтарының қанында жаман айтпай жақсы жоқ деген установка бар. Әрине ол кезінде ол бізге керек болған шығар, бірақ оның негізгі түп мағынасы басқа болуы мүмкін. Біз оны дұрыс емес мағынада пайдаланып кеттік. Сол үшін біз көбіне біздің халықтың, жалпы түркілердің, қазақтардың, осы ТМД елдерінен кейінгі халықтардың, ТМД елдерінің халықтарының ерекшелігі жаман айтпай жақсы жоққа көбірек сенеді. Сол үшін пока біз новый деңгейге шыққанға дейін, өкінішке қарай, әзірге мынаны полный босатпайынша, біздің сознание, ми түсінбейді просто бақытты болуда. Бірінші ол бойындағы негатив шығарып алу керек, яғни жан азабынан шығу. Оған ол түсініктірек, чем бақытты болудан гөрі. Себебі оған әлі бақытты болудың несі халі жетпей тұр, әлі келмей тұр, ол ұмытып қалды оны. Оған шығу үшін бірінші этаптан өтіп алу керек, яғни бірінші негативтен жаман айтамыз бірінші, сосын барып позитивке, сосын барып жақсы болады. Достар, осындай қысқа инсайт арасында келіп тұратын потоктан дейікші, қазіргі тілмен айтқанда. Илхам ғой енді қазақша айтқанда. Періштемізге келетін осындай инсайттармен бөлісіп тұрайын ба? Сіздерге бұл қызық па? Егер қызық болса, лайктап жіберіңіз, жазылыңыз, бірінші рет келіп жатқан адамдар болса, пікірлеріңізді айтыңыз, қарсылықтарыңызды айтсаңыз да қарсы емеспін. Талқылайық, мен адамдардың сондай ашық пікір таласына соны қолдайтын адамын. Көріскенше күн жақсы, аман болайық. Мен қазақы психологтарыңыз және чакрологтарыңыз.